адамдар қызметтеп септеп оны қайерге барса да желдің алды болып үйге келгенде де жұмыста да балдармен ойнағанда да орындығып ойнап тірлік қылатын еді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет қылып үйге келсе алдынан шығып мына отырыңыз деп бізден бұрын әрекет қылып кішкентай болса да жас кезде болатын нәрсе боламын. Жас кезде деді, ешқайсысын қойға шүкір жаман демеймін, бәрі де жақсы. Мектепте математика, физика, география пәндерін мұғалімдермен бірдей білетін, олардан артық кем білмейді. Әкеміздің тәрбиесін өте көп жақсы алған. Әфсаттар мектепте бітірген соң 1984-86 жылдары әскери борышын өтеді. Бала күнінен спортқа жақын болып өскендіктен, есейе келе еркін күреспен тұрақты түрде жаттықты. 1989 жылы еркін күрестен спорт шеберлігіне кандидаттығын қорғады. 1987-89 жылдар аралығында Қажымхан атындағы Сарыағаш балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде қазақша күрестен жаттықтырушы болып қызмет етті. Спорт саласының кандидат еді. Мектепте заманы тренер болып істеген. Доп болсын, волейбол болсын, басқа саласында да жылда осы Сарыағашта облыс көлемінде, республика көлемінде күрес ұйымдастырып медресесінде. Сондай спорт саласына салауатты өмір салтын насихаттауға үлкен үлес қосқан азамат. Мұны да айта кетуіміз керек. Жастарға темекі шекпеңдер, насыбай атпаңдар, арақ шараптан ұзақ болыңдар. Қайтаға мынау күрес сүннет, осы спортпен айналысыңдар деп жол көрсетіп жүрген сондай азамат. 1989 жыл Әфсаттар үшін өміріне үлкен өзгеріс әкелген маңызды жыл болды. Спорт саласына білек сыбана кіріскен балуан жігіт, әкесі Шәкір Ишанның айтуымен, бауырларының үндеуімен дін саласында білім алуға бел буады. Осы мақсатта 89 жылы Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласындағы Имам Әл-Бұхари атындағы Жоғары Ислам институтына оқуға түсті. Бұл оқуын 1993 жылы үздік дипломмен тәмамдады. Содан бастап ата жолын қуып, алған білімін тәуелсіз қазақ елінің руханияты жолында жұмсады. Ғылымға ден қойып, 2002-2004 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің магистратурасын үздік бітірді. Одан әрі докторантурада оқып, ізденісін күшейтті. Қазақстан қоғамымызда халқымызға қалай Құран қызметін етсек, қалай исламды күшейтсек, қалай пайғамбар сүннет амалдарын орындасақ, қалай осы Қазақстандағы мұсылмандардың бірлігін ынтымақ алып келсек, тек осы мәселеде осы бір алдыңғы мақсат. Неге біздің қоғамда бүткіл мамандықтар көп қой. Біз дін танушылар, ислам танушылар мамандығын, жалпы иманды кадрлар көбейтсек, соның баса ұрып, үлкен армандар қойылады. Құдасына докторлықты қорғап алсақ, құдасы Нұр-Мүбаракта университетте барып қызмет атқарсақ, өзімізден асып түсетін ертеңгі күні мықты ислам ғалымдар болса, деген сондай армандар болады. Енді осы 20 жылдың өзінде де әлбетте Сарыағаш медресе директор ретінде жүздеген, мыңдаған шәкірттер тәрбиелеп, өздеріңіз білетіндей бүткіл облыс аудан орталықтарында ол кісінің шәкірттері өкіл имам ұстаз қызмет атқару жағдай бар. Түнімен кітап көріп шығады. Адамдар неше түрлі сұрақтар қоятын болса, сол сұрақтарға да ешбір ерінбестен жауап беретін да, ерінбейді. Егер де білмей қалатын болса, сол түнде келіп кітап көріп, азанға шейін кітап көріп, сол кітаптан шыққан мәселелерді Құран мен хадиспен жауап беретін еді. Бүгінде елімізге кеңінен танымал діни оқу орындарының бірегейі Сарыағаш медресесі десек қателеспейміз. Бұл медресенің осындай биік деңгейге жетуі жолында Әбсаттар Шәкірұлының төккен тері, еткен еңбегі өлшеусіз. 1995 жылы сауат ашу курсы болып басталып, ағайынды Смановтардың қажыр қайратының арқасында 2016 жылы Сарыағаш медресе колледжде деңгейіне көтерілді. Осы 20 жылдың ішінде бұл жерден мыңдаған діни кадрлар дайындалып шықты. Оқу программасын өзгерту жайында мына кейін қазіргі Хазірет Ерған Қажы Малғажыұлыменен өте бір қатты жақсы араласуымен бірге осы медресемізді колледждің дәрежесіне жеткізді. Сырттай өте бір
айтуға жеңіл болғанымен өте қиын жұмыс еді. Бұл жерде қызмет қылған өте көптен көп азаматтар болды. Алхамдулилла, осы балдардың 9-шы класты бітіріп, колледжге келуіндегі мән мағынасы бұл өте терең жерде жатыр. Осы азаматтардың барлығы бірігіп, Әбсаттар ағамыз бар. Осы елге өте үлкен қызмет істетті деп ойлаймын. Кітап көп қарайтын фильмен, ол кісі жаңағы теледидарда тек қана жаңалықтарды бір уақыты болса көретін, басқа уақытта тек кітап қарайды. Барлық уақытта қашан кірсек кітап көріп отырған болады. Көпшілік ол кісіден сұрақ сұрайды, сол мәселелерді шешіп беруге, жаңағы шешімдерін тауып беруге сондай әрекет жасайтын. Одан басқа ол енді қазіргі кездерде енді медресе болды ғой. Ол кездерде үйге келіп көп шәкірттер үйден сабақ алатын. Үйде отырып соларға бір мәселені мысал үшін олар егер түсінбей қалса, оны екінші рет, үшінші рет қайталап түсіндіріп беруден еш жалықпайды. Қайталап бір жерін түсінбей қалдың, ол бастан бастайды. Қайтадан бастап, соны шағыртып бәрін түсіндіріп беретін. Шәкірттерге де өте ықыласпен, бір асығыстықпен, бір немен ешқашан не қылмайтын. Уақытын аямайтын, әсіресе сабақ беру мәселесінде бұл кісі уақытын аямайтын еді. Әбсаттар Шәкірұлының Қазақстанға, қазақ руханиятына қосқан ең үлкен еңбектерінің бірі бұл әрине Құран кәрімді қазақ тіліне аударуы. Халифа Алтай атамыздан кейін Алладан түскен хақ кітапты ана тілімізде түсіндірмесін жасаған қазақ бұл Әбсаттар. 2008-10 жылдар аралығында жасалған аударма химия ғылымының докторы, белгілі ғалым Жияс Мырзағожаның демеушілігімен Малайзияда 2010 жылы 10.000 данамен жарық көрді. Әбсаттар Смановтың пәни дүниедегі ең сауапты жұмысы ретінде оның 2008-10 жылдары Құран кәрімді аударуы болды деп сеніммен айта аламыз. Себебі Құран екі дүниедегі барша мәселенің кілті, адастырмас айнасы, адамзат баласын жақсылыққа, ізгілікке бастаушы илахи кітап. Ал мұндай кітапты аударып, тіліміздің қолданысына енгізуге кез келгеннің бар алмасы анық. Әбсаттар қажы осыны жасады. Бұл үшін оған Алла разы болсын дейміз. Ержан қажы Малғажыұлы, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, бас муфти. Әбсаттар Сманов ағамыз қасиетті Құран кәрімді аударып, оны бәленбай мың тиражбен шығарып, бүкіл Қазақстанға таратып, тарихи бір жақсы бір амалдап қалған болатын. Өздеріңізге белгілі, Құран кәрімнің нақты әрі мағынасы түсінікті жазылған өте аз. Сондықтан да ол кісінің осы жерде осы Құран кәрімді аударып, өзіміздің қазақ тілінде сөйлеткен үлкен тұлға деп есептейміз. Жалпы Әбсаттар Сманов ағамыздың жұмыстары өте көп. Жаңа кеткендей, шағын ғана курсты, шағын ғана бір бөлмеде оқытып жатқан бір курсты үлкен деңгейге көтеріп, мемлекеттік деңгейге дейін көтеріп десек те болады. Сарыағаш медресесін бүгінгі таңға жеткізіп отыр. Бұдан басқа да оқыстың талай кітаптары жарық шықты. Талай брошюра, талай конференция оқысының журналдарда, оқысының газеттерге мақалаларды жарық көрді. Бұл айтқанда баспасөз құралдарының да қаншама бұл кісі үні шығып, қаншама бұл кісінің жақсы өсиеттері, даналық сөздері газет беттеріне, журнал беттеріне, кітаптарға басылды. Мінекей, азамат деп осыны айту керек, өзінің еліне осы 50 жылдың ішінде отанына, халқына тамшыдай болсын үлес қосып кеткен азамат. Енді бұндай азаматты ұмытуға болмайды. Әбсаттар Шәкірұлы 2009 жылдан бастап Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанындағы ғұламалар кеңесінің мүшесі болды. Сонымен қатар республикалық ақпараттық насихаттық топтың белді мүшесі ретінде жерлерді аралап, теріс ағымдармен күресте де белсенділік танытты. Ата дініміз исламның дұрыс бағытта жүректерге жету үшін барын салды. Әсіресе ел бірлігі мен дін бірлігін жолға қою үшін, ұлтаралық татулықты нығайту үшін аянып қалған жері жоқ. Мемлекетіміздің жүргізіп отырған оң саясаты аясында имандылықтың кең көлемде насихатталуы жолында тартынбады. Кешегі қазақтың қаймағы бұзылмаған уақытта, советтің уақытында болсын. Советтің уақытында адамдар айтады, неге де қазақ халқының ішінде 60-шы жылдарда жасыл көп болды,
70 жылдарда советтің қайнаған кезінде жақсылықтар көп болды. Көпшілік адамдар ойлайды, ол советтің тәрбиесі болды деп. Жоқ ағайындар, советтің тәрбиесі емес. Ол кезде кешегі советтен алдыңғы ислам мектебін көрген қарттарымыз бар еді. Олар мына жұмысты істесең жақсы болады, мына жұмысты істесең жаман болады деп отыратын еді. Сол қарттар бар еді. Біздің әкеміз рахмет айтады. Бізде дейді ауылда дейді, екі жерде қазан қайнаған кезде шалдар жылады дейді. Бізден ынтымақ кетіп қалды деп дейді. Бізден ынтымақ кетіп қалды деп жылады дейді. Екі қазан қайнаған кезінде. Қазіргі күнде бір үйде 3 келін болса, 3 қазан қайнап жатқан үйлер бар. Bir үйде 3 келін болса, bir үйде тұр, bir шаңырақта тұр, 3 қазан қайнап жатқан үйлер бар. Қайдағы ынтымақ? Ағайындар, бізде қашан исламмен, имаммен қайтатынымызы, имаммен, исламмен тәрбиелейтінімізі, сол қарттар үй деген нәрсе болмайды. Тағы бір қасиеті бар. Бұлар өздеріңіз білесіздер, сағара құлақтай қаптап кеткен керағар ағымдардың алдын алуда, солармен күрес жолында ол кісі аянбады тегі болған. Тіпті денсаулығына қарамастан облысымыздың шалғайда жатқан ауыл аймақтардың бәрін аралап, күннің суығы демей, күннің ыстығы демей, өзінің денсаулығына қарамай үлкен бір тірлік атқарған болатын. Қаншама елді осы керағар ағымдардан сақтап қалып, сол кісілерді өзінің имани қасиеттерімен, өзінің білімімен ол кісілерді асыл дініміздің қайнар бұлақтарына сусындатып, сол керағар ағымдардың жетегіне кетіп қалудан біздің осы Саттар Қажы ағамыз көп үлес қосты айтуға болады. Әрине, өзіңіз білесіздер, мынау елімізде қазір бұл мәселе өте күрделі, бұл күн тәртібінен түскен емес. Сондықтан осы мәселе жөнінде, осы тұрғыдан ол кісі көп жұмыс атқарды деуге болады. Таухид мәселесінде, ақида мәселесінде, фиқ мәселесінде осы ағамыздың айтып кеткен, қалдырып кеткен еңбектері орасан деп айтуға болады. Әлбетте біздің қоғамдағы келеңсіз жағдайда көп. Әртүрлі сол Сарыағашта болған жағдай, сол мынау Төле би ауданында болған жағдай, басқа да болған ұлтаралық қатынастарға, дінаралық ағымдардың тайталас тірестеріне де бұл кісі біз адамзатпыз. Біз мұсылманның баласымыз. Біз Мұхаммедтің үмметіміз. Бізге талап ететін нәрсе ол бірлік, ынтымақ. Бірлік, ынтымақ, берекет бар. Біздің дінімізде ұлтаралыққа жол берілмейді. Демекші, осындай оқысының бойынан осы әсіресе жол көрсетуші, жаңадан жас буындар исламға келіп, немесе осы ілім жолында жүргендерге көбінесе осы біздің өкімет жақтан, діни басқармадан талап етіп отқаны, ол кісі бір ғұламалар кеңесінің мүшесі ретінде жаңа бүткіл облыстарда, бүткіл түрмелерде, бүткіл жоғары оқу орындарында барып, бұл кісіні шақырып, сол жер уағыз насихат айтқызады еді. Аттың жалында, түйенің қомында жүріп, ел қамын ойлаған бабалардың кесек мінезімен қатар жұмсақтығы, мейірімділігі, кішіпейілділігі әбсаттардың бойынан табылатын. Қоғамның қызу ортасында жүрсе де, өзі жауапты медресенің шәкірттеріне дін үйретуді, ғылым үйретуді бәрінен биік қоятын. Кейде уақытының тығыздығына қарамастан сұрақ қоя келген, бір мәселенің шешімін шариғатымыздан білгісі келетін халықтың да өтінішін бос қайтармай, барынша көңіл бөліп, жауап беруге тырысатын. Bir күні балдарды қабылдау мәселесінде отырмыз, бөлмесіне кіріп басам, жылап отырған екен. Кен келдім, не болды? Денсаулығыңыз болмай жоқ. Балдар өте көп деді. Бірақ біз көбісін қабылдай алмай жатырмыз. Бізде жай жетпей жатыр. Ертең біз ақыретте не деп жауап береміз. Сонда мен айтып жатырмын, енді біз қолымыздан келгенше оқытып жатырмыз ғой. 100 бала болсын, 200 бала болсын, 300 бала болсын, артығына біз жауап бере алмаймыз ғой. Жайымыз жетпейді десем, иншалла біз және үлкен медресе саламыз. Үлкен медресе салып, бұл жерлерде ислам академиясы қыламыз деді. Оқса, иншалла соны салған сауабын алып кетті өз негізінде. İslam Akademiyası'nın salğanday. Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мұсылман адамның ниеті амалынан жақсырақ дейді. Содан осы медресені салдық, жоғарысына шығып, осының жоғарысына Әбжаппар ағамызға, Қажеке өте үлкен салыс бердіңіз, өте үлкен. Енді бұл жерде қандай бақытты балдар оқиды деп еді. Бірақ енді өзі көрмеді, иншалла балдары көріп жатыр. İnşallah енді бауырларым біз көріп жатырмыз.
келешекте немерелері көреді. Сондай-ақ жұмыстар өте үлкен еді. Алдыңғы уақыттарда енді ұялы байланыс телефоны дамымаған кезде көп үйге келеді. Одан кейінгі кездерде оның 2-3 телефон болса, ол тынбайтын сұрақ. Бірақ енді ол бір сұраққа ол кісі 100% анық өзі сенім болмаса, ол кісі ертең хабарласып, или кешке хабарласып айтар еді, үйге келіп, ерімде кітаптың бәрін тексеріп шығарады. Мысалы үшін білсе де, жаңағыдай өзі бір орыстар уверен дейді ғой, өзі сондай бір сенімді болмаса жауап бермейді. Отырып, жаңағы қарап, или үйге кел дейді, үйге келеді ол. Екеуі ашып, кітаптарды көріп, бәрін айтып беретін. Осы масқамызда бұлай бәрін түсіндіріп беретін ол кісі. Жүрегі елдеп соққан ата дініміздің жолында өлшеусіз еңбек еткен ғалым Әбсаттар Сманов 2016 жылы 50 жасында дүниеден озды. Ғалымды соңғы сапарға шығарып салу үшін жаназасына 10 мыңға жуық адам жиналды. Еліміздің түкпір-түкпірінен, оңтүстігі мен солтүстігінен, батысы мен шығысынан, күннің суықтығына қарамастан, Сарағаштағы шағын ғана ынтымақ ауылына қарай ағылды. Бұл да болса Әбсаттар қажының ел жүрегіне жол тапқандығының, ел жұрты шынайы жақсы көрген ғалымдардан болғандығының белгісі болса керек. О, басқаша еді ол. Жақтан келсе, жесе жаным, қаяқта жүрсіз, ауырып қалған жоқсыз ба? Қай елдерде жүрсіз, мен жүрсем де сізді ойлаймын ғой, еш ойымнан шықпайсыз ғой, десе жаным дегендері менің өмір бақи есімнен шықпайды. Алдын жарық қылсын, не дейін балам? Алланың ісі бұл. Одан кейін бірге осынша жұмыстарға келді. Барлық жерде балдар оқытты, әйтеуір шамасының келгенше ілім берді, Аллаға шүкір. Ізет құрметтері жақсы болды. Жүда өрлеп келатқан еді, жақсы болып былай. Бір мынандай қалға жүріп, мынандай амылды балам. Оны айтып, қайсы бірін айтайын саған оның. Оның қылған тірлігі, оның істеген ісі, оның қадір құрметі басқаша еді ғой, жаным. Мейлі қайтайын, оның несін жарқысын. Арқасындағы балдарына берсін өмірін, ұзақып берсін. Арқасын жалғастырып келер, деп үміттемін, Алладан үміт қыламын. Қалғандағы да аман болсын, бала-шағасы аман болсын, өздері әйтеуір осынша дәрежеге қылып, Алла Тағала бұдан да жоғарғысын деймін. Дедік айтатыным. Біз енді не дейміз, одан басқа бірдеңе айтатын неміз жоқ, Алла сыққан нәрсеге көнеміз ғой балам, көнбескілер жоқ. Мақсаттарым жатқан жерім мамық болсын. Еш нәрсені біз ойламайтымыз ғой. Осы медреседе жүрдік, жаңа балалық қылдық. Әкеміз қайтқаннан кейін көп ауыртпалықтар түсті, мысалы үшін отбасы бар, інілерім бар, бауырларым бар, бәрі шетелде оқиды, оларға бәріне қамқор болу керек. Оны енді әкеміздің оны тілімен жетіспеу мүмкін емес қой енді. Үлкен бір бекер айтпайды ғой, асқар тау әке деп. Содан айырылдық қой енді. Мен әкемді әсіресе қайтыс болған кезде көп жыладық, жүрегіміз ауырды. Ең бірінші мен өзім осы медресеміз үшін мен көп жыладым. Әкеміз осы медресені осы дәрежеге жеткізуге көп күш салды. Оның ары қарай да оның кісінің үлкен армандары, нелері бар еді. Әсіресе ол кісі медресе үшін, балдар оқыту үшін үлкен жұмыстар істеді ғой. Сол жұмыстар тоқтап қала ма, ары қарай қалай жалғасады, медресеміздің ертеңгі күні не болады деп біз көп қайғырдық. Әсіресе сол жағынан өте көп. Себебі біздің әкеміз жетіліп ең биік бір шыңдарға шыққан кезі еді ол кісінің. Осы Қазақстанда абырой жағынан болсын, басқа жағынан болсын, жәнегідей муфтияттағы ғұламалар кеңесіне мүше, ранты мүшесінде уағыздармен Қазақстанның барлық қалаларында болды, мысалы үшін. Сол жағынан көп қайғырдық біз. Әбсаттар қажы өмірден озғанымен артында өшпес ізі қалды. Өзінен тараған ұл-қыздарын да дін жолында оқытып кетті. Оған қоса өзінен дәріс алып, имандылық негізін үйренген мыңдаған шәкірттері де әр намазында ұстаздарына дұға қылатынына кәміл сенімдіміз. Әбсаттар ағамыздан 5 ұл, 1 қыз бар. Алхамдулилlah, сол 5 ұлыдан 5-еуі де қари болды. Құранды бәрі жаттап шықты. Және 1 қыз да қари болды, келесі жылы ол қыз ижаза алады. Ол қыздан Түркияда оқып жатыр. Үлкен ұлы рахматулла қазіргі сол баяғы Әбсаттар ағамыз өзі бастап кеткен қажылық компаниясы бар, Ал-Марва деген, соның басшысы. Соны жүргізеді, және де өзіміз осы медреседе сабақ береді. Екінші ұлы Абдулахат Ларриятта оқиды, магистратурада оқиды.
өте білімді. Бұл тafsir факультетін бітірді. Иншалла әкесінен де өткір олама болады деген ниеттеміз. Үшінші ұлы Мұхаммад деген жігіт, бұл Мысырда оқиды. Бұл биыл Айсарға түсті. Төртінші Абдулла деген баласы бар. Бұл Түркияда қазір Мармара университетінде оқиды. Бұл жігіт өзі қари, толық қари жігіт. Және жақында Иорданияда барып оқып келді бұл жігіт. Иорданияда оқып 40 хадистен ижаза алып келді. 40 хадистен өте бір. Осы Абдулла деген баласына да, яғни 5 баласына да ерекше бір махаббат күшті еді. Ол кісі негізі бұл балажан, өте бір балажан адам еді бұл кісі. Түркияға бардым дейді, Түркияға барып балама киім алайын деп, өзіме бір киім алайын деп айналып жүрсем дейді. Жаңағы Абдулла деген бала, әке, осы біздің киім алуымыз исраф емес пе деп айтып алды дейді. Ертең Аллах'нан жауап бермейміз бе? Sonra денелерім titrеп кетті дейді. Денем titrеп деді, көзімнен жас шығып кетті дейді. Сондай-ақ 5-ші Омар деген баламыз бар. Астананың ең кіші баласы. Бұл Қалилла Манчаның медресесінде қари болды бұл жігітті, иншалла. Біздердің орталық мешіт жанынан ұстаз ұлағат деген бір кітап құрастырдық. Бұның ішінде бірқатар қоғам қайраткерлерінің, елімізге белгілі азаматтардың пікірлері, арнаулары енгізілген. Сондай-ақ мынау ол кісінің өмірде жазып кеткен еңбектері, тағы басқа да көптеген дүниелер осы кітапқа енгізіп, ұстаз ұлағаты деп осы кітапты шығарып отырмыз. Бұл кітаптың шығуына бас мүфтиіміз Ержан Қажы Малғажыұлы өзі тікелей қолдау көрсетіп, ғұламалар кеңесінің үлкен мәжілісінде қолдауға ие болып, бүгінгі таңда жарыққа шығып отыр. Құдай қаласа, бүкіл қалың оқырманға жол сатады деген ойдамыз. Иншалла, осындай ғұламаларымызды еске алып, оларды әр уақытта ұрпақтарымызға сіңіріп отырсақ, иншалла біздің еліміздің мықты ғалым, білімді азаматтары көптеп шығады деп ойлаймын. 5 парыздың бірі де қажылықта да мінекей осы 5 парыздың бірі ғой деп қаншама кісінің жылда 200-300 кісіні қасиетті Мекке Мәдинаға барып, умраға алып барып, осы халық рухани саласына бет бұру керек қой, 5 парызын орындау керек қой деп себепші болып жүргенде осындай үлкен бір азаматтығы бар еді. Әлбетте біз ол кісімен сонау Қатар елінде, сонау Түркияда, Қазақстанда талай конференцияларға бірге болдық. Семинарларда бірге болдық. Жиындарда бірге болдық әкімдіктің. Ол кезде де ол кісі осы шындықты, ақиқатты, хақты осы айтатын еді. Қайтаға бұл кісінің сөзі салмақты ретінде ол жиында отырған басшылар болсын, үкімет болсын, кеңесі отырып, бұл кісі дұрыс айтады. Неге соны жүзеге асырылмасқа деген ой туды. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Қасында күнде көріп жүргеннен соң таулардың биіктігі байқалмайды дейді біздің қазақ. Тау алыстаған сайын биіктей түседі деген де нақыл бар. Күні кеше ғана арамызда жүрген әбекеңнің асқақ тұлғасы ай алыстаған сайын, жылжыған сайын айқындала бермек. Бұл тағдыр.